Құлақ. Ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде бір аңшы болған екен. Күндердің бір күні аңшыға әйелі арыстанның құлағын тауып әкелуін өтініпті. Аңшы орманда бірнеше күн жүріп, арыстандармен кездесіпті. Оларға әйелінің сәлемін айтыпты. Арыстандар аңшының көңілін қимай, оған бір құлақтарын беруге келісіпті. Осылайша ол үйіне бір дорба құлақ алып қайтыпты. Сонда бір құлақ жабыққа жасырынып қалыпты. Бір күні аңшы мен әйелі дастархан басында әңгімелесіп отырады. Бала шағамыз болса, қандай жақсы болар еді. Отын суға, онда-мұнда соларды жұмсар едік, дейді аңшының әйелі. Сонда жабықта отырған құлақ: әже, мен бармын ғой, отын суға, оны-мұны жұмысқа мені жұмса, дейді. Аңшы мен әйелі аң-таң болады. Кім бар, бұл кім? Деп жан-жақтарына қараса, ешкім көздеріне түспейді. Содан кейін аңшының әйелі: сен кімсің? Деп сұрайды. Мен құлақпын, сендерге бала болайын, дейді. Сен қайдасың? Мен жабықтамын. Олар құлақты түсіріп алады. Аңшы мен әйелі аяқ астынан табылған балаларына қатты қуанады. Кіп-кішкентай болса да, құлақ ата-анасына көмектеседі. Бір күні құлақ шөпшек теруге барады. Осы кезде қалың нөсер жауып кетеді. Құлақ бір үлкен жапыраққа ықтайды. Ол жапырақты жайылып жүрген түйе жеп қояды. Жапырақпен бірге құлақты да жұтып қояды. Құлақ түйенің түп бүйеніне жабысып алып, әйт-шулей айдап, түйені үйіне алып келеді. Жолдан әбден шаршаған құлақ үйге жеткенде ұйықтап кетеді. Аңшы мен әйелі түйені сойып, оның барлық ішек-қарнын ақтарып қарайды. Бірақ балаларын таба алмайды. Мұнда қайдан болсын деп, түйенің түп бүйенін кесіп, лақтырып тастай салады. Түйенің түп бүйенін түнде келіп қасқыр жейді. Осы кезде құлақ оянып кетеді. Қасқырдың апандай аузын, күректей тістерін көріп, зәресі ұшады. Бүйеннің екінші басынан шығып кетпекші болады. Қанша тырмысса да, қасқыр бүйенді құлақпен қосып қылғытып салады. Құлақ есін жиса, маңайы қараңғы түнек екен. Ол қасқырдың өңешіне қарай еңбектейді. Жып-жылтыр шектен аяғы тайғанап, төмен қарай сырғи береді. Қасқырдың іші жыбырлап, қытығы келеді. Бір орнында тұра алмай, жүгіре береді. Қасқыр қойға шабайын десе, ішіндегі құлақ айғай салады. Қойшы, қойыңа қасқыр шабайын деп тұр, дейді. Қойшы ит қосып қасқырды өлімші қылады. Осылайша қасқыр неше күн қойға шаба алмай жүреді. Әбден ашығады, жүдейді, өлуге таянады. Торыққан қасқырға түлкі кездеседі. Менің ішімде бірдеңе бар, осыдан қалай құтыламын, дейді қасқыр оған жыламсырап. Жүгіріп, әбден терлеп келіп, мұзға құйрығыңды төсей қой. Сонда ішіңдегі пәледен тазарасың, дейді түлкі. Қасқыр түлкінің айтқанын істейді. Жүгіре бұ аспанға шығып терлеген қасқыр мұзға келіп отыра қалады. Қасқыр сол жерде мұзға жабысып қатып қалады. Өліп жатқан қасқырды көрген аңшы оның терісін сойып алуға кіріседі. Құлақтың күткені де осы еді. Қап-қараңғы жылбысқадан зорға шығып, уф деп бір демін алады. Қараса, қастарынан екі атты жолаушы өтіп барады. Құлақ барып, солардың біреуінің ат дорбасына түсіп отыра қояды. Жолаушылар кешке бір ауылға келіп жетеді. Қонуға бір үйге келіп, үй иесімен сөйлеседі. Қонақпыз, дейді. Нешеусіздер, дейді үйдің иесі. Екеуміз. Жоқ, менімен үшеуміз, дейді құлақ. Үшеу болсаңдар, жолдарың болсын. Үй тар еді, дейді үй иесі. Жолаушылар аң-таң болады. Бұл үшінші кім? Қайда деп
жан-жақтарына қарасады, ешкім көрінбейді. Әттең, ендігіде есте болсын дейді олар. Сөйтіп тағы бір үйге келіп сөйлеседі. Қонақпыз. Нешеусіздер? Үшеуміз. Жарайды, түсіңдер дейді. Қонақтар түседі. Олармен бірге құлақ та түседі. Бірақ оны ешкім көрмейді. Үшінші қонақ қайда? Дейді үй иесі. Менімен үшеуміз деген жолдасымыз қайда деп жолаушылар да аң-таң болып отырады. Үйдің иесі сараң бай екен. Қонақтарға мал соймай, тек ботқа пісіріп береді. Бұған құлақтың ашуы келеді. Түнде байдың қойына қасқыр шабады. Құлақ есік-тесіктің бәрін тас қылып бекітіп тастайды. Қасқыр байдың қойларын тамақтап кетеді. Ертеңіне қонақтар, ауылдағы адамдар түгел етке тояды.